Сәлеметсіңдер ме балалар, мен айтқандай бүгін қазақ тілі мен дүниетану сабағын бастаймыз. Пәні қазақ тіл бөлімінің атауы су тіршілік көзі, сабақтың тақырыбы есептік және рептік сан есім. Бізде оқу мақсаты мәтін тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжау, есептік және рептік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Енді сіздерге кішкене тапсырма берейін. Өткен сабақта біз еске түсіруге арналған тапсырма берілген. Сан есімдерді дұрыс орналастыр. Сан есімдер 95, бірінші, 50-ші, 100, 64, екінші, 60-шы, 1000, 20-шы, 7. Осы жерден қайсы есептік сан есім, қайсы реттік сан есім, реттік сан есім қалай жасалады? Осы жерден бөліп қатарға қояйық. Не балалар? Есептік сан есімге 95, 164, 1000 деген 7 ден жасалады. Өткен бұл жерде қанша, неше деген, неше 95, неше 100, қанша 64, қанша 1000, қанша 7. Ал реттік сан есімде бізде нешінші деген сұрақ қояды. Нешінші бірінші, нешінші 50-ші, нешінші екінші, нешінші 60-шы, нешінші 20-шы, мысалы енді 95-ке. Нешінші 95-ші, нешінші 100-ші, нешінші 64-ші, нешінші 1000-шы, нешінші 7-ші. Реттік сан есімде бірінші 1, 50, 2, 6, 20 деген болады. Енді 43-ші тапсырмаға, 43-ші жаттығуға қарап. Балалар оқулықта ажалдан құтқарған асыл сөз деген ертегіні берілген. Тақырып бойынша ертегінің мазмұнын болжайық. 86-шы бет, 43-ші жаттығу. Ендеше мәтінді тыңдайық. Ажалдан құтқарған асыл сөз. Қысқартылып алынды. Ертеде бір хан әскермен шеру тартып келе жатып, сусыз шөлде кездеседі. Олар шөлден қатты қиналып келе жатқанда, алдарында қой жайып жүрген бір қойшыны көреді. Хан қойшыны алдырып амандаспастан: "Су қайда?" дейді. "Су дегенің көл ме?" дейді қойшы. "Өзің қалай қисық сөйлейсің? Бізге ауыз су керек" дейді айқайлап. "Мен хан ішеді деп қасқиып жатқан бұлақ көргенім жоқ" дейді қойшы. Хан қатты ашуланып: "Неге суды жөнін айтып бермейсің? Қазір басыңды алғызайын, ал наным басым" деп жендеттеріне әмір етеді қойшы. "Тақсыр хан дат" дейді. "Датың болса айт" дейді хан. "Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғыңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп сіздің батырлығыңызды ешкім дәретпей ме? Қайта қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ, қойшыны өлтіріпті" деп күледі ғой. "Жауына әлі келмеген соң кегін қол астындағы қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз міне басым" деп қойшы тізерлеп отыра кетіпті. Хан сөзден жеңіліп қойшыны босатыпты. Ал қойшы судың қайда екенін айтып беріпті. Ел аузынан жазып алған Сапарғали Бегалин. Енді сұрақтарға жауап берейік, балалар. Енді балалар сұрақ жауап. Хан әскермен бірге қайда тап болды? Ертегіден іздеп алды. Әрине олар шөлге кездесіпті. Шөлге тап болды. Хан қойшыдан не сұрады және ол неге ашуланды? Хан қойшыдан амандаспастан су сұрады. Сол кезде "Қалай сөйлейсің? Бізге ауыз су керек" дейді айқайлап деп. Қойшы ханды сөзден не деп жеңді? Балалар, бұл өзіміз тауып көрейік. Ал енді ертегі мазмұнын кестеде берілген тақырыпты бойынша топта талқыла. Бұл жерде кесте жоқ, мен жасап тұрған да, бірақ сіздерге қазір көрсетемін. Балалар, мынау бізде кесте, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ және төртінші топ. Бірінші топта балалар біз хан туралы, екінші топта қойшы, сосын үшінші топта хан мен қойшы, төртінші топта ертегінің аяқталуы. Балалар, енді
бұны өзіндік жұмыс, бірақ сіздерге өзімнің ойын айтып қойын. Хан туралы: хан өз әскерімен шөлде кездесті. Екінші топ: қойшы. Қойшы қой бағып жүрді. Үшінші топ: хан мен қойшы екеулері сөйлесіп жатты. Содан кейін төртіншісі: ертегінің аяқталуы. Төртіншісі: тақсы хан дат дейді. Датын болса айт дейді хан. Мен қой бағып жүрген солай. Осы жерден өзіміз таба аламыз. Кестеден қарап табайық. Ал енді 44-ші жаттығуға келейік. Міне балалар, сусыз шөлге тап болды. Хан қойшыдан су қайда деп сұрады. Ал қойшы қайсық жауап берді. Хан сол себепті ашуланды. Мына үлкенді жазып аламыз үшіншісінде. Түсінікті ме? Ал енді 44-ші жаттығуға енді балалар, дәптермен жұмыс. Мәтінді көркем жазамыз. Екінші тапсырма: жазылым. Сіздер оқып берейін. Арал теңізі Каспийдің шығыс жағына орналасқан. Көлемі жағынан дүние жүзінде төртінші орын алады. Балалар, мен төртінші дегенде оқыдан кейін асын сырамыз. Бұл реттік пе немесе есептік пе айтамыз. Дәптерге жазып. Тереңдігі 25 метрден аспайды. Сан есімдердің сан есімнің қай түрі екенін ажырат дейді. Мен жазып көрдім. Бұл өзіндік тексер. Сан есімдер төртінші. Бұл реттік сан есім. Нешінші? Төртінші. Енді астында 25 неше? 25 есептік сан есім. Алында келесі тапсырма қарайық. Бақа бұл жерде шығармашылық үзіліс екен. Мен енді балалар, сіздерге өзім ойын ойлап таптым. Берілген сөздер қатарынан цифрды тауып реттік сан есімге айналдырып жаз. Қонақ жеті қарақшы. Шекілдеуі күшік. Желтоқсан 7 сай. 2 бастоз 5 тон. Өзіні тексер. Қонақ 10-шы, 7 қарақшы 7-ші, шекілдеуік 2-ші, күшік 3-ші, желтоқсан 90-шы, 7 сай 7-ші, 2 бастоз 2-ші, 5-ші, тон 10-шы. Дескрипторлар. Сөздер қатарынан сан есімдер таба алады. Есептік сан есімдерді реттік сан есімдерге айналдыра алады. Бұл тапсырмады сіздер соңында сұраңыздар. Тамаша деген баға аласыздар. Бақалар 3 рет секіру жарысында жүлделі орынға ие болды. Әр бақа 3 рет секіргенде әрбір келесі секіру алдында 1 метрге қысқа болады. Сонда 3 рет секіргенде әр бақа неше метр қашықта секірді? Бірінші бақа 7 метр, 6 метр, 5. 7-ге 6-ды қосам, содан кейін 5-ті қосам, сонда 18 метр. Екінші бақа 5 метр, 4 метр, 3 метр. 5-ке 4-ті қоссақ 9, 9-ға 3-ті қоссақ 12 метр болады. Енді үшінші бақа 4 метр, 3 метр, 2 метр. 3-ке 2-ті қоссақ 5 болады, 5-ке 4-ті қоссақ 9 метр. Жауабы 3-ші 9 метр. Бірінші орында бізде бірінші бақа 18 метр, екінші бақа 12 метр секіріпті, үшінші бақа 9 метр. Ал енді 46-шы жаттығуға қарайық. Оқу тапсырмасы бұл үй жұмысы, бірақ сіздерге көрсетем. Жаңылтпаштың қатесін түзеп жазыңдар. Құдық, күдіксіз құдық. Суық, тұнық құдық. Бұл жерде қатесін табамыз. Бұл жерде мен сіздерге қазір көрсетемін. Мен дәптерге өзімде жазып алғанмын алдын ала. 46-шы жаттығу. Құдық, күдіксіз құдық. Суық, тұнық құдық. Түсінікті ме, балалар? Осыны дәптерге жазып, стопқа қойып жазып алсаңыздар болады. Жаңылтпаштың қатесін түзеп жаздық. Бұл жерде құдық деген олай айтылмайды. Құдық деп айтылады. Оның орнына әрпі қойылады екен. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, лайк басып подписаться етіп кетеміз. Қайсы түсінік болмаса, маған жазып кетіңіздер, мен сол видеоны қайталайтын боламын. Сау болыңдар.